Батырдың Майдан даласындағы өшпес ерлігі үшін берілген жоғары марапат оның шөбересі Батырхан Мүтәлләповқа табысталды. Ол атасының оқ пен оттың ортасында жүріп, қаймана қазақ үшін қасық қанын төккенін ерлікке балап мақтан тұтады. Мой дед Абуталипов. Менің атам Чапай Мүтәлләпұлы осы Мүтәлләп атамның ерлігін әрдайым маған айтып отыратын. Біз де атамыздың осы ерлігін мақтан етеміз. Біз сияқты жастар осы аталарымыздың арқасында осындай бейбіт күнде өмір сүріп жатқанымызды естен шығармау керек. Мүтәлләп Әбутәліпов 1904 жылы қазіргі Біржан-Сал ауданына Жаңалық ауылында дүниеге келген. 1942 жылы өз еркімен Майдан даласына аттанады. Ленинград, Украина шайқастарына қатысқан. Киев облысының түбіндегі ұрыста ауыр жараланып қаза табады. Бүгінде батырдың сүйегі Украина мемлекетінің Ракитная қаласында жерленген. Хоть и закончилась война, Ұлы отан соғысы аяқталса да, батырлардың ерен ерліктері халық жадында жаңғыруда. Зұлмат соғыстың ызғары барлық мемлекетті қарпығаны анық. Қаншама қазақ жауынгерлері алдыңғы шепте өшпес ерліктің үлгісін көрсетті. Сондай батырлардың бірі жерлесіміз Мүтәлләп Әбутәліпов. Мен батырдың барша жақындарына амандық, саулық тілеймін. Айта кету керек, сұрапыл ұрысқа Қазақстаннан 1.200.000 жауынгер қатысқан. Майдан даласында соның тең жартысы 600.000-ы еліне оралмады. Баһадүр батыр бабаларымыздың ерлігі бүгінде ел есінде, болашақ ұрпақ сол тарихты ұмытпауға міндетті. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Жамал Балтаев, Көкше ақпарат.